Баршаңызға сәлем. Сіздермен жамбас сан буынының дисплазиясының белгілерін анықтайтын боламыз. Жамбас сан буынының дисплазиясы дегеніміз ұршықтың жетілмеуі немесе орнынан қозғалуы. Дисплазияны анықтайтын белгілер: бірінші, баланы арқасымен жатқызамыз, аяқтарын тіктейміз, бұлсықтарға қарамаймыз, олар әртүрлі бола беруі мүмкін. Тізеге қараймыз және оның қақпақшасына қараймыз. Олар бірдей болу керек, яғни бір сызықтың бойына бір-біріне параллельно болу керек. Одан кейін аяқтың ұзындығына қараймыз. Аяқтар бір-бірімен тең болу керек. Сосын жамбас сан буынында ішке және сыртқа шеңберлер жасап көреміз. Шеңбер жасағанда бізге ешқандай қарсыластық болмау керек, яғни өз бетімен қарсыластықсыз айналу керек. Сосын ішке қарай көреміз. Қарсыластық болмау керек бұл кезде де. Сосын келесі аяққа көреміз. Егер қарсыластық болатын болса, бұл дисплазия күдіктің бірден бірі. Сосын баланы ішімен жатқызамыз. Бұлсықтарға қарамаймыз, тізе сызықтарына қараймыз. Тізе сызықтар бір-біріне тең болу керек. Сосын аяқтың ұзындығына қараймыз. Аяқтар бір-біріне тең болу керек. Сосын баланы құрбақа тәрізді жатқызамыз. Тізе сан буынды бүгіп, жамбастарға қараймыз. Осылай жасағанда жамбастар бір-біріне тең болу керек. Егер біреуі жоғары, біреуі төмен тұратын болса, бұл да дисплазияға күдіктің бірі болып табылады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.